19 мамырда Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңес отырысы өтті. Сол жерде Grow Intelligence бас директоры Сара Менкер азық-түлік дағдарысы туралы мәлімдеме жасады. Оның сөзін негізге алып, әлеуметтік желіде әлемде шамамен 10 аптаға жететін бидай қоры қалды деген елді алаңдататындай ақпарат тарады. Бұл қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Сара Менкер өзінің мәлімдемесінде азық-түлік дағдарысы және оған әсер ететін фактор жайлы айтты. Алайда оның сөзі әлеуметтік желі қолданушылары арқасында тым бұрмаланып кетті. Бұл ақпаратты тексере келе манипуляция екен анықталды. Расымен Сара Менкер азық-түлік дағдарысы туралы айтқан. Алайда медиада тараған ақпаратты айтпаған. Ол тек әлем қорларында 10 апта тұтынатын бидай бар екенін мәлімдеді. Маңызды жайт кейбір медиаларды жазғандай бидай бітетін жайлы мүлдем айтпаған. Енді Менкер басқа не айтты? Оның сөзін бұлай қорытындылауға болады. Менкер өсіп келе жатқан жаһандық азық-түлік дағдарысы, осы дағдарысқа ықпал ететін факторлар және Ресей-Украина соғысы азық-түлік дағдарысының себебі емес екеніне тоқталған. Алайда соғыс отқа май құйғандай әсер еткенін де ескертті. Бұған дейінде Fact-Check KZ редакциясы осыған ұқсас бұрмаланған ақпаратты тексерген. Сіздерге айтарымыз, ақпарат қаншалықты рас секілді көрінсе де, тексеріп алған дұрыс екенін ұмытпаңыз. Каналға және желі парақшаларымызға тіркеліңіз. Амандықта жүздескенше.